сәлеметсің бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Келесі видеоға назар аудар. Ыдыс, мысық, қозы. Бұл сөздерге қай әріп ортақ? Дұрыс айтасың. Бүгін біз дыбысы және әріпімен танысамыз. Бұл дыбысының бас және кіші әрпі. Ыдыс сөзінде дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі. Жуан дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқып отыр. Ыс, дыс, дыс. Ыдыс, ыдыс. Ық, қасық, қасық. Қатық, қатық. Шы, аңшы, аңшы. Ыдырыс, аңшы. Ыдырыс, аңшы. Сырым, ақын. Сырым, ақын. Өте жақсы. Жазылым. Әрпінің баспа түрін жазып көрейік. Бірге қайталап отыр. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ойлан тап. Суретпен мына әріптерді қоссақ қандай сөз шығады? Келесі тапсырма. Дыбысының орналасқан орнына қарай сөздер ойлап тап. Бүгінгі сабақта сен өте белсенді болдың. Жарайсың. Арнамызға тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше қош сау бол.